Достар, бұл Apple Glass, яғни Apple'дың ақылды көзілдірігі. Бұларды осы жылдың қыркүйек айында таныстыру мүмкін. Айтылып жүргенде көзілдіріктер әртүрлі стильмен, түстерде шығу мүмкін. Бірақ ең бастысы дизайн емес. Ішінде өте жоғары ажыратылымдылығы бар қуатты камера жүйесі. Ол қазіргі нарықтағы ең жақсы нәрседен де мықты болу мүмкін. Бұл сізге бірінші адамнан контент жазуға, айфоныңызбен лезде синхрондауға мүмкіндік береді. Бірақ ең қызығы бұл визуалды интеллект деп аталады. Көзілдірік жасанды интеллектпен жаңа буын Siri көмегімен қоршаған әлемді талдай алады. Сізге нақты уақыт режимінде барлық нәрсе туралы ақпарат береді. Мұның барлығы жұмыс істеу үшін Apple осы көзілдірікке арнайы чип әзірлеуде. Сол арқылы сіз хабарлама жібере аласыз, қоңырау шалып, бағыттарды құрастырып, тіпті аудионы тікелей көзілдірік арқылы тыңдай аласыз. Сондай-ақ Apple Glass қимылмен басқаруды қолдайды деп айтылған, егер сіз дауыстап сөйлей алмасаңыз. Болжанған баға шамамен $700. Және шындықты айтсақ, Apple не істесе де оны жетілдіреді. Егер олардың ойлағаны іске асса, олар ақылды көзілдірік нарығын толықтай жаулап алуы мүмкін. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Өз пікірлерін жазып кетіңіздер, менің парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар.